Herkese merhabalar. Bugün biz Türkçe'de present simple, yani осы шақ қалай жасалынады, етістіктерді осы шақта қалай біз сөйлейміз, соны үйренетін боламыз. Осы шақтың жалғауы your екен. Осы yourды жалғау үшін біз тек қана yourды мына и, у, деген сөздерден кейін жалғайды екенбіз. Яғни, мысалға бізде арнайы етістік сөздер бар. Яғни, осы и, у, осы дауыстыларға бітеді. Мысалға, оку, окумак. Окуға yourды просто жалғай саламыз. Себебі уже бізде бар екен, уже 4 дауысты дыбыстың біреуі бар. Егер бізде сөйлемдер, мысалы сөзде етістіктер басқа да бір дауысты дыбысқа бітіп қалатын болса, онда біз міндетті түрде и, у, дегенге келтіріп алады екенбіз. Ол қалай? Ол бізде былай. Мысалға, анламак деген сөз бар. Анла деген аға бітіп тұр ғой, ал бізге айтып тұр. Your дегеніміз тек қана и, қазір мына жерге жазайын. Мысалға, и, деген дауыстыға біткен кезде ғана yourды жалғайсыңдар деп тұр. Сол себепті біз осыны қосады екенбіз. Яғни осыған айналдырады екенбіз. Анла болса, аға біз қайсын таңдайтын едік? Аға ны таңдайтын едік. Анлы your деп ауыстырып алады екенбіз. Анлы your. Яғни біз yourды қалай жалғайды екенбіз? Yourды жалғау үшін біз соңғы басқа дауыстыға біткен сөздерді алып тастаймыз да, түсіріп тастаймыз да, оны біз дегенге келтіруіміз керек. Сол себепті біз алдыңғы дыбысына қараймыз. Анламак, аға біз ны жалғаймыз, анлы your. Өйткені мына түсіп қалды ғой уже. Жоқ уже. Анла деген жоқ уже. Бекле дегенде де еге қараймыз. Ойна дегенде оға қараймыз дауысты. Сөйле дегенге өге қарайды екенбіз. Яғни, ұжына дауыстыларды алып тастаймыз. Сонда сөйлі your, ойны your, бекли your. Соған келеді екен. Яғни, сені түсініп тұр, сені күтіп тұр, ойнап жатыр, және сөйлейді, жалпы сөйлейді. Ябанжы диллерінде çok iyi konuşuyor, söylüyor дегенде сөйлейді. Шетел тілдерінде өте жақсы сөйлейді. Және де бізде енді тек қана дауыстыларға бітпейді ғой, дауыссыз дыбыстарға біткен кезде де біз и, дегенге келтіріп алуымыз керек екен. Яғни осыларды қоса саламыз, дауыссыздар болып бітетін болса. Мысалға, япмак дегенде ға бітіп қалды. Япмак. Аға қарап, ны таңдаймыз, қосамыз. Yapıyor. Yapıyor. Жасап жатыр. Gelmek, лыға бітіп тұр. Еге қараймызды. Geliyor. Geliyor. Konuşmak. Konuşuyor. Уға қарап. Konuşuyor. Сөйлейді. Dönmek, қайту деген сөз, Dönüyor. Қайтып келе жатыр, яғни. Қайтып жатыр. Isınmak деген сөз бар. Жылыну. Isınıyor. Isınıyor. Girmek, giriyor. Giriyor. Кіріп жатыр. Kaybolmak, жоғалып кету. Kayboluyor. Kayboluyor. Жоқ болып кетіп жатыр. Kayboluyor. Қалай деген осы шақта қандай ол не мағына береді? Kayboluyor. Мысалға, соңғы кездерде көп жастар жоғалып кетіп жатыр деген кезде, мысалға, kayboluyor. Present simple білесіз қой, мысалға жалпы қалай нақ осы шақ дегендер ол нені білдіреді? Жалпылама түрде, яғни қайталанып жатыр. Қайталанып жатыр, әрекет қайталанып жатыр, периодты түрде болып жатыр, сондай әрекетті білдіреді. Kayboluyor. Yüzmek, yüzüyor. Yüzüyor. Жүзіп жатыр. Енді бізде түркшеде мысалы екі сөз бар екен, gitmek, etmek деген. Яғни, неге біз жоғарыда дауыссыздарғанан жалғай салдық қой, просто алдыңға қарап. Бірақ мына екі сөзде, etmek, gitmek деген екі сөзде жаңағы yourды, дауысты дыбыстарды жалғау үшін әріпін
дыға уянға ауыстырып жібереді екен. Мысалға гитиyor деп айтпайсың да. Gitiyor емес, gidiyor. Дыға айналып кетті. Gidiyor. Etmek болатын болса, etmekті тоже жасау ғой, я. Ediyor. Ediyor. Дыға айналып кетеді. Осы екі глаголды, осы екі етістікті айтады. Ерекше тыны дыға, уянға, яғни қатаң дыбысты уяң дыбысқа, мына дауысты дыбыс жалғау ауыстырып жібереді екен. Енді біз алдында жүктеуді білеміз, я, бән, сән, о деген сөздерді, без, сіз, onlar. Осыған жүктеп көрейік. Осы шақты. Мысалға, мен оқып жатырмын. Мен оқып жатырмын. Бән okuyor, уға просто yor жалғай салатын едік. Okuyorum. Мен оқып жатырмын. Бән okuyorum. Сән okuyorsun. Сән okuyorsun. O okuyor. Жалғауы жоқ. Biz okuyoruz. Көпше түрін жалғау. Siz okuyorsunuz. Onlar okuyorlar. Onlar okuyorlar. Енді мына жерге басқа бір сөзді де айтып көрейік. Мысалға, ысынмақ дегенді алайық. Бүгінгі бір ерекше сөз, алдыңғы сөздерде сабақтарда кездеспеген. Isınmak. Isınıyorum. Ben ısınıyorum. Мен жылынып жатырмын. Sen ысынıyorsun. Ол жылынып жатыр. O ысынıyor просто. Ол жылынып жатыр. Сен екен қолыңа. Biz ısınıyoruz. Siz ısınıyorsunuz. Onlar ısınıyorlar. Onlar ısınıyorlar. Жылынып жатыр. Мына сұрақ беріпті. Nerede oturuyorsun? Сен қай жерде өмір сүріп жатырсың? Осы шақты көрсетіп тұр. Жалпы қай жерде тұрып жатырсың? Қайда өмір сүріп жатырсың? Nerede oturuyorsun? Алдыңғы бізде парақшаларда мына жиі кездесетін сұрақтардың түрлері, кейбір сөздерді жүктеу арқылы қысқаша көрсетіп өтеміз. Соларға да бір қарап қойсаңыз болады. Мысалға, nerede деген сөз, қайда деген сөз, oturuyorsun. Жұмыс жасайсың, отырасың, жалпы өмір сүресің. Nerede oturuyorsun? Nerede çalışıyorsun? Çalışmak еді ғой. Çalışıyorsun. Ben arkadaşlarımı bekliyorum. Ne yapıyorsun? Мысалға, не жасап жатырсың? Ne? Yapmak еді ғой, ya. Yapıyor. Sen деген сөз. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben arkadaşlarımı bekliyorum. Күтіп отырмын, күтіп тұрмын. Осылайша тыңдарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.